Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте дәмді творожный пирог дайындайтын боламыз. 80 граммдық қантымызға 2 жұмыртқамызды және де 100 граммдық сары майымызды салып, жақсылап езіп, одан кейін миксермен еземіз. 240 грамм ұнымызға разрыхителімізді араластырып, қамыр жасайтын боламыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін 10-15 минутқа салафанға салып қойып қоямыз. Салмамызға 350 грамм сүзбе, 2 жұмыртқамыз және де 150 граммдық қантымызды, 1,5 ас қасық манный крупамызды қосып, салмасын дайындайтын боламыз. Қамырымызды ыдысымызға дәл видеодағындай етіп салып, шанышқымен барлық жерін тесіп, салмасын құятын боламыз. Менде азғандай қамыр қалған, соны жайып, ұзын-ұзын бөліктерге бөліп, пирогымның бетіне қойып шықтым. Бетіне смородинаны сәндік үшін дәл осылай қойып шықтым. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, келесі видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырау белгісін басып қойыңыздар.